Қайырлы күн балалар. Бүгін біз климаттық ресурстар туралы айтамыз. Жалпы біз сіздермен табиғи ресурстардың классификациясында климаттық ресурстардың сарқылмайтын табиғат ресурс екенін білеміз. Ал енді осы климаттық ресурстар пайдалану сипатына қарай үлкен 3 топқа бөлінеді екен. Яғни бірінші ол энергетикалық климаттық ресурс, екінші ол ауыл шаруашылық немесе агроклиматтық ресурс, үшінші ол балалар рекреациялық ресурс. Енді осы климаттық ресурстардың пайдалану сипатына қарай бөлінген 3 типін жеке-жеке қарастырып өтейік. Сонымен энергетикалық ресурс. Яғни бұл экологиялық таза, арзан, қауіпсіз ресурс. Ол не? Бұл күн радиациясы және жел. Міне. Яғни күн радиациясы мен желден энергия алу деген сөз. Жалпы күн энергиясын пайдалану, күн электростанцияларында электр энергиясын өндірумен, ал жел энергиясы бұл көбінесе таулы аймақтарда және желдің күші 3 метр секундтан жоғары болған кезде қолданады екен. Мысалы, Алматы, Жамбыл, Қордай жел электр станцияларын айтуға болады. Немесе біз бұларды қазір балама энергия көздері деп атаймыз. Екінші, ауыл шаруашылық немесе агроклиматтық ресурс. Яғни ауыл шаруашылығына тікелей ықпал ететін климаттық жағдайларды агроклиматтық ресурс деп атаймыз. Ал оны зерттейтін ғылымды агроклиматология дейміз. Агроклиматология дегеніміз ауыл шаруашылығында өндірістік даму ретінде климатты зерттейтін ғылым болып табылады. Ал енді агроклиматтықта маңызды көрсеткіштер не? Бұл жерде бірінші тәуліктік температура плюс 10 градус Цельсийдан жоғары болатын кезеңнің ұзақтығы. Екіншіден, осы температураның жиынтығы, осы кезеңдегі жиынтығы. Үшінші, ылғалдану коэффициенті. Төртіншіден, қар жамылғысының қалыңдығы және сақталу ұзақтығы балалар. Қардың, міне. Яғни жалпы көрсеткіштері осы екен. Ал енді жалпы жылудың агроклиматтық белдеулерде таралуын айтатын болсақ, бұл жерде агроклиматтықта біз бірінші вегетациялық кезең туралы айтамыз. Вегетациялық кезең деген балалар, ол өсімдіктің өсіп-өну кезеңі деп аталады. Енді осы оңтүстікте, солтүстікте, орталық Қазақстанда қалай жіктелетінін қарастырып өтейік. Сонымен, вегетациялық кезең ол өсімдіктердің өсу мен даму кезеңі. Яғни солтүстікте вегетациялық кезең 130-135 күнге дейін жетеді екен. Яғни бұл жерде жаздық бидай, зығыр, көкөніс сияқты өсімдіктер өсіп пісе алады. Екінші, шөлейт зонасында, яғни орталық деп айтсақ болады, шөлейт зонасында 150-160 күнге дейін жетеді екен. Бұл жерде күнбағыс, қарақұмық сияқты өсімдіктер өсіп өнеді. Енді Қазақстанның оңтүстігінде бұл вегетациялық кезең 180 күнге жетеді екен. Бұл жерде біз мақта, күріш, жүзім, темекі сияқты өсімдіктердің өсіп жетілуіне жететін күн болып тұр. Енді осы агроклиматтық болғандықтан бұл жерде бұлтсыз күндерді айтуға болады. Яғни бір жыл ішінде бұлтсыз күндердің саны қанша? Бұл ауыл шаруашылық несі, балалар, мен бұлай бағыттауыш қойып қойайын. Сонымен бұлтсыз күндер, мен жазайын. Бұлтты күндер және бұлтсыз күндер. Яғни ашық күндер деген сөз, бұлтсыз күндер деген. Ашық күндер. Сонымен солтүстікте бұл 120 күн,
оңтүстікте 200 күн. Айырмашылық бар, я балалар, міне. Енді бұлтты күндер келесі. Бұлтты күндер, бұлтсыз ашық күндердің не үшін керек деп жатқан жастар, олардың бәрі ауыл шаруашылық өнімдерін дамыту үшін, өсіп өну үшін керек, я. Бұлтты күндер солтүстікте 140 күн, оңтүстікте бұл 60 күн екен. Сондықтан да оңтүстікте жаңағы өсіп өнетін өсімдіктердің түрі де көп екенін байқауға болады. Ылғалдану коэффициенті, оны айтпай-ақ қояқ, өткен сабақта айттық. Ылғалдану коэффициентін біз зоналар бойынша айттық, я. Яғни орманды далада 0,75 ол жеткілікті деп айттық, қалыпты дедік. Құрғақ далада 0,49, 0,35 аралығында жеткіліксіз, шөлде 0,20, 0,11-ге дейін ол мардымсыз ылғалдану коэффициенті деп айттық. Ал енді таулы аймақтарда ол Тянь-Шань тауында жаңағы 1,3-ге дейін жетеді, немесе альпілік шалғындарда одан да көп, яғни таулы аймақтарда ылғалдану коэффициенті жеткілікті екенін қарастырған болатынбыз. Бұл агроклиматтық немесе ауыл шаруашылық ресурстар. Енді үшінші тип бұл рекреациялық. Жалпы рекреация деген демалу, емделу деген мағынаны білдіреді, сондай ресурс. Ал енді ондай ресурстар бізде Алтай тауында, Бурабайда, Тянь-Шаньда демалуға қолайлы аймақтар бар. Сондай-ақ өзен, көлдің жағаларының барлығын рекреациялық ресурс деп айтуға болады. Жалпы жаңа адамның деп айтайық, демалуын жақсарту кезеңінде көңіл күйін, үйлесімділігін қамтамасыз ететін күн сәулесі, таза ауа сияқты қолайлы жағдай. Сонда бұл рекреациялық ресурс дегеніміз ол таза ауа, күннің сәулесі, міне осының бары рекреациялық ресурс. Жалпы рекреациялық деген ол емделу немесе демалу. Адамның демалу үшін ресурс деп айтсақ. Қазақстан территориясында ондай рекреациялық ресурстар өте көп. Мысалы, Рахман бұлағын айтуға болады. Ол жерде 47 градусқа дейін жететін кремнийлі су бар. Яғни адамның денсаулығы үшін. Немесе Қапал арасан, Жаркент арасан, Сарыағаш деген. Міне осының барлығы рекреациялық ресурсқа жатады екен. Міне балалар, бүгін біз сіздермен жалпы Қазақстан территориясында кездесетін климаттық ресурстарды жіктеп шықтық. Және Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамыту үшін агроклиматтық ресурстың ерекшеліктеріне тоқталдық. Бүгінгі алатын ақпараттарыңыз осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.